Приготовились, камера. И начали. Ассаламу алейкум. Біздің құрметті де сүйікті тыңдармандарымыз, көрермендеріміз. Бүгін біз міне тағы да осы жылдың соңына қарай 2022-нің керемет бір Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Бейбіт Орал ағамыздың Бозжорға әніне бүгін бейнебаян таспалап жатырмыз. Бұйыртса ісімізге Алла береке берсін деп қоямыз. Әумин деп қойыңыздар. Бүгін енді әдеттегідей мен Ғибрат өздеріңізбен влог жүргізіп жатырмын. Бұйыртса қазір осы сахна сыртындағы барлық қызықтарды, сахна сыртында қандай жұмыстар атқарылады, осы бейнебаянның режиссері кім, осы бейнебаянға атсалысып жатқан барша актерлар, массовка, сонымен қатар осы бейнебаянның барша спонсорлары менен, продюсерларымен жақсылап танысатын боламыз. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Енді клип барысында өзіңіз білесіздер, өте қызық сәттер өте көп болады. Солармен қазір сіздермен бөлісе отырайын. Сағат 12-де осы клип түсіріп атқан жігіттер, қыздар, полный команда бізде Талғар ауданында бірінші локацияны түсіріп келді. Қазір сағат, кешкі сағат, қателеспесем, қазір 9:30. Дәл айтыппын, кешкі сағат 9:30. Біз қазір Көшпендер қалашығында екінші локацияға келіп отырмыз. Бұл жерде енді қазір таза өзіміздің кадрлер болады, серілердің ән айтатын, би билейтін кадры осы Көшпендер қалашығында өтетін болады. Енді біз өзіміз қазір ғана самолеттен түсіп келіп отырмыз. Біз Семей қаласынан келіп отырмыз қазір. Бұл да бір қызық сәттердің бірі, естен кетпес сәттердің бірі. Біздің енді қазір басты адамдар осы клипті атсалысып жатқан Мади Жаги. Бат басын, сөзім жігді жат басын, бастарын қат басын. Сен алмаймын оған жоқ, мен үрлеймін күлді шағы үшін оттан от, көздеріңде бар сезім бір аңғыла сөзіма. Твои реплики свели меня с ума. Өздеріңізге белгілі керемет қазір бейнебаяндардың авторы, жастар қазіргі халыққа қандай формат өтетін, қандай керемет бейнелер, қандай кадрлар өтетін өте жақсы білетін, өзінің жұмысын беске білетін жігіттердің бірі Мади Жаги, бүгінгі бейнебаянның режиссері. Ендеше Мади Жагиге барамыз. Кеттік. Міне әдеттегідей Мади бүгінгі бейнебаянның режиссері. Мади, рахмет саған, Алла разы болсын. Бір-екі ауыз Алатау серілер жайлы, клип жайлы. Сендерге үлкен рахмет шақырғандарыңа. Мені режиссер ретінде тоже выбрали, да, в качестве режиссера. Что съемки классно идут, проходят все по плану. Сделаем крутую, классную, запоминающую работу, которая останется в памяти многих наших казахстанцев. Енді бізге бейнебаян қанша проценттен келдік қазір? Кешкі сағат 9:30. 10-15% келгенін жетеді. Саған. Енді бастадық, бастағанымызға 2 сағат болды. Бір 15%-ын түсірген шығармыз. Бірақ осы сценада қазір отырған жерде біз бір 30%-ын түсіріп тастаймыз. Бірақ сол алдыда түні бойы түсіреміз. Таң атқанша дейін. Бұйыртса. Рахмет, іске сәт. Көптен көп рахмет. Бізде қазір алдарыңызда Ержан, бүгінгі біздің бейнебаянның бас операторы, арнайы Қырғызстаннан келіп отыр. Ержан, қош келдіңіз. Қазақша түсінесіз қой, е? Орысша сөйлеймін бе? Жоқ, түсінесіз. Қазақша өте жақсы түсінеді. Біз қырғыз-қазақ бір туған дейді. Біз енді Алатау серілер деген топпыз. Осы Қазақстанда этно-фольклорлық ансамбль деп айтса да болады. Өте Қазақстанға қазір бір Қазақстанның дәстүрлі өнерлерін, дәстүрлі әнін осы түркі тілдес елдерге танытып жүрген топ боламыз. Біз жайлы енді көп білмеуі мүмкін Қырғызстанда, тем более Елжан білмеуі мүмкін. Бірақ енді танысып жатырмыз. Елжан, бір-екі ауыз осы бейнебаян жайлы ойыңды айта кетсең. Мен бұл проектта оператор постановщикпін. Майди шақырды.
ошо өргө жөнөтүп сценарийин жөнөтүп анан мага жагып анан макул болуп азыр тартып жатабыз. Ошо көрүүсү жакшы болду. Рахмет, істеріңізге береке берсін. Мен көп кедергі келтірмейін. Маған администраторлар ұрсып жатыр, киініңіз деп. Рахмет. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін біз тарихи кино кочевник көшпенділер түсірген күн осы бір қалашықта біздің Бозжорға атты әнімізге бейнебаянды түсіруді бастап кеттік. Енді түсірілім алаңы бағанадан бері жұмыс жасап жатыр. Біздің уақытымыз енді келіп жатыр. Енді киімдермен танысып, сахна локациялардың бәрімен танысып отқан жайымыз бар. Енді бүкіл командаға қажырлы қайратпенен сабырлық берсін тілейміз. Енді бұндай клип түсіру жалпы жұмыс процесінің сахнаның сыртындағы дүние өте ауыр нәрсе ғой. Сол себептен баршаларына сәттілік тілейміз. Енді сабақ тиіне сәтімен дейді. Ел мақтанып, әр көрген сайын тамсанып, әр көрген сайын бір қар түрлеп тұратын бір жұмыс болса екен деп тілейміз. Бәрі халық үшін өзіміздің өнерімізді көрсетуге тырысамыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі міне көшпенділер түсірілген кезінде осы бір жерде керемет біздің Бозжорға деген әнге бейнебаян түсіріліп басталып кетті. Бәрі жақсы болуда. Енді алдағы уақытта жақсы жаңалық күтіңіздер Алатау серияларымен. Кезінде бірталай әншілер айтқан, ол кісілерден енді бейнебаян жоқ, сондықтан бізден бейнебаян күтіңіздер осы әнге. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз кезекті бейнебаян түсіруге келдік. Міне осында керемет жерде түсіреміз. Бұл бейнебаянның аты Бозжорға. Ал біз киіну, бет бояу алаңына келдік. Бізде қазір Қуаныш киінді. Қазір Қуаныштан барып бір-екі сұрақ қояйық Қуанышқа. Қуаныш, бір-екі сұрақ. Біз енді бүгінге дейін 4 клип түсірдік қой. 4 бейнебаян түсірдік. Саундтрек бір жақ. 5 бейнебаян, біреуі саундтрек болды. Оны Қазақстан ұлттық арнасы түсірді. Бірақ енді өзіміздің жеке түсірген бейнебаянымыз 4 бейнебаян. Соның 4-еуінің де режиссері бір. Бағдат Қожахмет, ол сенің жан жолдасың. Қазір барлығымыз да досымыз. Көптен көп рахмет айтамыз жігіттерге. Бүгінгі бейнебаянның режиссері Мади Жаги. Мади жайлы ойың, енді қазір сен енді бывший художниксың ғой. Бір көрген кезде атмосфераны қалай сезіндің, соны айтшы. Жақсы, шығармашылық құрам. Көп клипмейкерлерде бір 5-6 ғана адам жүреді. Жалпы шығармашылық адамдарда бүкіл группа болу керек. Мына жерде қарап отырсыздар, бір гримнің айналасында 3-4 адам жүреді. Костюмнің айналасында 3-4 адам, техниканың арасында 10 шақты адам. Содан ақ уже түсінуге болады, жақсы дайындалған. Жалпы Мадидің жұмыстарына мен айттым ғой өткенде, 91-дағы Бата деген бірақ кадрым маған ұнады. Содан осы баламен жұмыс жасайық деп өзің ұсындың. Содан кездестік. Бірден көңілімізден шықты. Енді уақыт көрсетеді. Қалай болатынын бір Алла біледі ғой. Бірақ қазіргі процесс өте жақсы, көңіл күйім жақсы. Қазір самолеттен түсіп прямой келіп жатыр осы жерге. Шүкір, әйтеуір уақытымыз тығыз болғанына. Осындай шығармашылықпен ауырғанымызға. Рахмет. Енді біз енді бұл бейнебаянның главный спонсоры бұл Алатау сериялары тобы. Сонымен қатар бізде бірнеше серіктестеріміз бар, Самал су ішіп отыр екенсің, осы қолыңдағы жайлы айтшы бір ауыз. Енді шыны керек, Алатау серияларында көп клиптерде осындай демеушілер табылып жатады. Алдыңғы клипте бізде Салам Бро спонсор болды тамақпен. Осы жолы бүкіл группаны сумен қамтып жатқан, міне Самал деген ауыз суы, таза ауыз суы. Бұл бүкіл шығармашылыққа бізге, мысалы, ешқандай ақшасыз, тегін, сендерге осы төленерімізге қосқан үлесіміз болсын деп, бізге арнайы беріп жүрді Самал су. Және де бұл, егер сіздер алатын болсаңыздар, 1% қайырымдылыққа жұмсалады. Сондықтан мен Самал суды ешқандай да реклама ештеңе жасап жатқан жоқпын. Қайырымдылық деген нәрсе ұнап қалды. Сондықтан осы суды алып, осы судан тек қана дәм татыңыздар дегім келеді. Рахмет. Керемет.
Самал зоуына көптен көп рахмет айтамыз. Ал енді мына есікке кіріп көрейік. Бұл есікте өте қызықтар болып жатыр. Охо! Біздің Алатау селолерінің бейнебаяндары массовксыз, батырларсыз, қазақи шапан, қазақи етік, дәстүрлі өзіміздің ұлттық аспаптарсыз ешқашан клип түсірілмеген бізде. Соның міне куәсі біздің бүгінгі Бозжорға бейнебаянда батырлардың рөлін ойнайтын, міне 2 метрден асатын қазақтың нағыз жігіттері. Енді осы жігіттерді, осы барлық әртістерді полный массовканы киіндіретін бізде Асылжан деген бауырымыз міне жұмысын керемет атқарып жатыр. Асылжан, бір-екі ауыз сұрақ қойын. Асылжан, киіндіре беріңіз, жұмысыңызды істей беріңіз. Жалпы қалай, көңіл күй қалай? Бүгінгі бейнебаянға деген дайындықтарыңыз қалай болды? Неше күн уақыт алды? Бұның бәрі енді киімнің барлығын аренда дейміз ғой енді. Арендаға алудың өзі оңай емес. Сол жайлы бір кішкене бір айтып кетсеңіз. Өзі бір жұмадай болған, бәрін жасаған. Аренда бірақ қатты айтсам болады. Қиын емес алған арендаға. Орысша айтсам болады ма? Вот, аренду брать не так сложно. Сложнее вот в этих всех складах шариться. Вот самая сложная задача была именно это. Вот. Тағы бүгін қандай ерекшеліктер болады киімде? Қандай? Наручи. Где наручи, кстати? Аяққа киіледі. Мына нәрселер қолға киіледі. Бұлардың барлығы негізі таптырмайтын нәрселер. Бұның барлығы кадрде, клипте өте әдемі көрінеді. Бұлардың барлығы. Сол үшін Асылжан осындай керемет нәрселерді таңдап арнайы біздің бейнебаянға дайындаған. Асылжан, ісіңе береке берсін. Көптен көп рахмет. Іске сәт болсын. Кет. Рахмет. Біз ары қарай кетеміз. Кеттік. Енді алдарыңыздағы бізбен бірге бір жыл уақыт өте қызметін адал істеп жатқан біздің ең жақсы көретін, бір жылдан асып кетті. Ең жақсы көретін қарындасымыз, біздің директорымыз Замира. Замираның аты көп, енді қазір мен бұл жерде айтпай-ақ қояйын. Универсал разный рабочий. Өзім айта беремін. Полный Замира. Алатау селолерінің бүткіл қызметін осы қыз атқарады қазір. Біз тек әртіс құсап, адам сияқты келеміз, съемкамызға түсеміз, әрімізді айтамыз, кетеміз, болды. Қалған жұмыстардың барлығы осы Замираның мойнында. Сейчас подойдут 2 минуты. Замира, бүгін кімдер келіп жатыр көмекке? Так, из солистов Азата и Вибрату можете одеть? Ал бүгін көмекке кім келіп жатыр? Бізге бүгін көмекке түсірілім алаңына келіп жатқан біздің ең жақын жанашырларымыз Алатау дәстүрлі өнер театрының жас әртістері. Болашақ жұлдыздар, болашақ Қазақстанның өнер қайраткерлері осындай туындыларға келіп бізге қолдау білдірген әрқайсысына алғысымыз шексіз. Мен көрді тоқып кеттім ғой. Сосын мен ағаларым әрқашан дәрежесі биік болсын, себебі қызметтің барлығы әртістер үшін жайлы болса, жақсы өнер туындылары шығады. Кеттім мен. Рахмет. Давай. Алатау театрының міне қыз жігіттері. Привет, баршаңызға рахмет, көптен көп рахмет. Біздің қара шаңырақтың қыз жігіттері әрқайсы талант. Бір қыздың, бір жігіттің басында бірнеше өнері бар. Актриса, әнші, биші, тиктокер, инстаграмшыца, очень полный. Барлығын алдарыңызда тиктокты өлтіреді андай билерді. Үмітті түсіріп қой. Бауырлар, бұл енді жартысы ғана. Көбісі киініп жатыр, ар жақта біреу грим жасап жатыр. Қалғандары жолда әлі келе жатыр. Клип құтты болсын. Ағалардың жолын кейінгі ұрпақтарға берсін. Қазақ ұлтымды сақтаруға бөлімде қазақ. Бөлінсең бөрі қалар түбінде қазақ. Біріңді аяқтан артпай, біріксең байырақ мәңгі көгінде қазақ. Ұлтымды сақтаруға бөлімде. Шашыңның ұзындығы осындай болсын десең, Моны кафетериясының кофесін шашыңа
таңертең бір рет, кешке бір рет жақсаң, шашың осындай қолаң шаш болады. Моно, шашыңның кепілдігіне 100%. Көріп тұрғандарыңыздай, кәдімгі ескі қазақи мағыз керемет бір шапандарды кийдік үстімізге. Біз енді қазір керемет бір жерге барамыз, кісіге жолығамыз. Әділет Тамиров деген бүгінгі біздің Бозжорға бейнебаянның тағы да бір геройы. Осы басты рөлдерде осындай керемет бір өзінің шоуын көрсететін болады. Яғни балтаменен, қылышпенен. Әділет, ассалаумағалейкум, бір-екі сұрақ қойып жіберейін. Қалыңыз қалай? Жағдайыңыз жақсы ма? Қош келдіңіз, рахмет. Көптен көп осылай Алатау серияларының жігіттерін сыйлап, бізге осы бейнебаянымызға атсалысып жатқаныңызға. Жалпы бейнебаянға келдік. Осы жердегі атмосфера, енді талай жерде жүрсіз ғой, осы қазақи орталарда, біз әлеуметтік желіден де бақыласаңыздар, Әділеттің Инстаграм керемет бір жерлерде де осы балтайланатын, аз қазақи дәстүрді ұстанатын керемет салт дәстүр болып жатқан жерлерде Әділетті ылғи да көріп жүреміз. Мына жердің атмосферасы қалай жалпы? Атмосфера жақсы. Негізі мына жерде болған жоқпын. Алдынан бері өзімде ойлап жүргем, осы жерде бір клип түсірсем дегендей ой болған. Сол сәті келіп тұр, как раз сіздердің клиптеріңізге арнайы бүгін Алла бұйырса өзімдегі арсенал қандай бар, соның бәрін көрсетуге дайынбыз бұйырса. Ой, рахмет. Енді көрдіңіз, өзіңіз бейнебаян жаңа түсіруді жоспарлап жүр екенсіз. Бұл керемет бастама болды. Иә, сізге көптен көп сәттілік. Енді бір сұрақ, мына балталар кәдімгідей шын балталар ма? Жоқ, мына балталар шын емес. Арнайы сондай айналдыруға арналған балталар, иә. Басы резина, для безопасности дейді ғой. Қалған сабы бәрі уже өзінің оригинал. Бұл ұстасы кім? Жасайтын кісілер? Жасайтын кісі бар. Базарбай аға деген кісі, өзі шебер, осындай балталарды. Негізі арнайы өзім балтаны ешкім айналдырмайды, айналдырса да аз да өте. Сол мен өзім осы балталардың қазақтың 5 қарудың бірі болғаннан кейін осы балталарды. Керемет, өте, иә, рахмет. Енді Әділетті көреміз, астына Әділет Тамиров деп бәріміз жазып кетеміз, керемет. Осындай қазақтың керемет жігіттерін қолдап қойыңыздар, өнерін тамашалап жүріңіздер Әділет. Рахмет, Адикс. Машалла, мынау кәдімгідей. Енді бізде тағы да бір геройымыз бар, қылыш айналдырады. Міне, ол ата бабасы қылышпен айналысқан екен бұл жігіттің, ана. Көрдіңіздер ғой? Абайла, ойбай, көрдіңіздер ғой? Ол Шыңғысханның ұрпағы болғаннан кейін қылыштың несі бұл? Шебері. Мынау ғой масахана. Ана масахана. Тек жатады, ұйықтайды. Ана Уәлибек көкем сияқты мен соғысқа бардым. Мен соғыспағам. Окопта жатам, ұйықтаймын, тамақ ішемін. Жатам, ұйықтаймын, тамақ ішемін. Көңілін көтерінде деген сияқты. Рахмет. Әрбір ісіміздің басында өзімнің жәрдем сұраймыз. Өнерімізді өрісті қылып, несібімізді мол қылып, өнер атты айдынында
боз жорға, сен дегенде сөз бар ма? Боз жорға, боз жорға, құшақ жайған өз даласы, жүрегінің боз жорғасы сен ғана. Іңкәр жүрек басылар ма сонда да? Жорға, 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 жорғалашы, жорға, 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 жорғала, жол серігім сен ғана, алдымызда арман тоңған кең дала. Жорға, 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 жорғалашы, жорға, 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 жорғала, жол серігім сен ғана, алдымызда арман тоңған кең дала. Жорға, 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 жорғала, жол серігім сен ғана, алдымызда арман туған кең дала. Жорға, 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 жорғалашы, жорға, 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 жорғала, жол серігім сен ғана, алдымызда арман туған кең дала.